Русияның Америка Кошма Штатлары сайлауларына карышмасы шүбесіздір. Бұны ФБР сабық мұдыры Джеймс Коми Сенатның истихбарат бойынша комитетінің ачық отырымларында білдірді. Бұның еле Коми айтқаны кебі президент Дональд Трамп Кремльнің сайлауларға карышмасы бойынша тақиқатны тоқтатмаға талап етмеген. ФБР сабық башының сөзлеріне бинайын, америкалылар Москваның қарышуына жидді сүретті янашмақ керек. Әмді бұл меселенің тек демократ яда жүмхуретчілерге дегілді. Бұтын мемлекетке бағлы олғаныны қайт етті. Чүнки четел үкіметті сайлав кетешатына қарышты ве америкалыларының рейберовіне тесір етті дейкоми. Мында ешбір шүбе yok. Русиялер әселеті кебенің 6 сенесінің компанияны вақтында сайлавыларымызға қаршты. Муайен мақсады бар еді. Ғайет зариф шекелде қаршты. Мақсус техник дұртывларны құландылар. Бұл компанияны Русияның юқары елбашчылығы идаре етті. Ве бұттун истихбарат қызметлері бұл фикірдедір. Конгрессінің бұл комитетінің азалары есе истихбарат малюматларыны көрген еді. Телюкели бір вазиет дегіл, бойынды олды. Затен, ве бұл олдық чакерчек хабердір.